Саламатсыздар ма? Бүгінгі бірінші бөлім молекулалық биология және биохимия. Сабақтың тақырыбы жердегі тіршілік үшін судың маңызы. Сабақтың мақсаты жердегі тіршілік үшін судың іргелі маңызын түсіндіру. Бағалау критерийлері. Судың биологиялық қасиеттері мен табиғаттағы маңызы арасында байланысты біледі. Су молекулалары арасында химиялық байланысты біледі және оның маңызын сипаттай алады. Табиғаттағы су айналымының маңызын транскрипция мысалында түсіндіре алады. Судың тіршілік үшін маңызына мысал келтіре алады. Су бұл жер бетіндегі тірі ағзалардың тіршілігін қамтамасыз ететін ерекше қасиетке ие минерал. Су кез келген тірі ағзаның жасушасының құрамына кіреді. Судың ұзақ уақыт тапшылығынан ағза тіршілігін тоқтатады, не кейбір организмдер анабиоз күйіне ауысады. Барлығымыз білетіндей, жер ғаламшары 75-71% судан тұрады. Суда өсетін балдыр өсімдігінің 95% су құрайды. Жануарлар ішіндегі мысықтың ағзасының бойында 70%-ға дейін су болады, ал ересек адамның құрамында 65%-ға дейін су болады. Адам үшін су өте маңызды. Егер 2%-ға су мөлшері азаятын болса, біз шөлді сезіне бастаймыз. Ал 12%-ға дейін су жоғалтатын болса, адам дәрігердің көмегінсіз өзінің өмірін сақтап қалу мүмкін болмайды. Ал 20% суды жоғалтқан адам өлімге душар болуы мүмкін. Судың адам үшін ерекше маңызы күрек көзі болып табылады. Статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, адам жылына тамақтану үшін 60 тоннаға дейін су қабылдайды екен. Атап айтқанда, су біздің организміміздің әрбір жасушасына оттек пен қоректік заттарды жеткізеді. Судың көмегімен біздің организміміз дене температурасын реттей алады. Сонымен қатар, қорытылған астың жасушаға сіңіріліп, энергия жинақталуына мүмкіндік береді. Су сондай-ақ ас қалдықтарын, басқа да ыдырау өнімдерін организмнен сыртқа шығарады. Барлық адам жерде өз қажеттілігіне суды пайдаланады. Мысалы, энергия алу үшін, тамақтану үшін, ауыл шаруашылығында, түрлі өндірісте, тағы да сол сияқты. Судың биологиялық қасиеттері. Тірі жасушаларда судың қасиеттері оның молекуласының құрамында. Бір атом сутек пен оттек атомдары бар ковалентті байланыс түріндегі келген. Мұны судың мынадай биологиялық қасиеттерінен көреміз. Су молекуласы өзара және басқа да заттардың молекулаларымен белсенді қосыла алады. Су шырынының су бетінде сырғанауына мүмкіндік беретін беттік керілу күші когезияға негізделсе, суда еріген минерал заттардың өсімдіктің тамыры арқылы көтерілуі адгезия негізделген. Су амеба беріткіш болып табылады. Полюсті гидрофилді қосылыстар ион түрінде кездеседі және зат алмасуда маңызы зор. Судың жылу өткізгіштігі жоғары. Ағзада пайда болған жылудың денеге біркелкі таралып және сыртқы ортаға шығуын қамтамасыз етеді. Су жоғары температурада қайнауы, яғни жылу сыйымдылығы жоғары. Сондықтан тірі жасушада судың мөлшері қолайлы температураны қамтамасыз етеді. Судың булануынан дене салқындайды. Судың сутектік байланыстарының үзілуіне көп энергия кетеді. Оның осы қасиеттеріне жылы қанды ағзалар денесінің салқындауы және су айналымы мысал бола алады. Судың қату температурасы 0 градус болуы тірі ағзаның ұлпаларында су кристалдарының пайда болуына мүмкіндік береді. Су айналымының маңызы бар биологиялық процестерге транспирация процесс жатады. Ол өсімдіктің тіршілігі үшін аса қажетті күрделі процесс болып табылады. Транспирация бұл өсімдіктің жасыл бөлшектерінің суды буландыруы. Транспирацияға жұмсалатын судың мөлшері сол өсімдіктің түріне, ауа райына және топырақтың ылғалдылығына байланысты болады. Транспирация кезіндегі судың орташа шығыны орта есеппен алғанда құрлықтағы жалпы булану мөлшерінің жартысын құрайды. Енді бекіту тапсырмаларына кезек берейік. Суретті пайдаланып процестің аталуы мен судың биологиялық қызметін жазу. Бірінші бағанда судың процестері жазылады. Мысалы, бірінші процесс күннің, көміртегінің қатысымен және судың қатысымен өсімдікте болатын процесс. Бұны барлығымыз білеміз, фотосинтез процесі. Екінші суретте қан түйіршіктері берілген. Үшінші суретте адам денесінен бөлінген тер, яғни булану процесі. Міне осы процестерді жазып, астына судың маңызын жазамыз.
Мына келесі үй тапсырмасы. Үй тапсырмасында судың қасиеттеріне оның қызметтерін сәйкестендіріп толтыруымыз қажет және оқулықты оқып эссе жазамыз.